Еркек пен әйел қол беріп амандаспайды. Көпшілік орында, дастархан басында кейін келген адам жағалай бәрімен қол беріп амандаспаған дұрыс. Бәріне ортақ ассалаумағалейкум деп амандасса жетіп жатыр. Дәретханада, моншада сәлем бермейді, сәлем алмайды. Бас изесіп қана сәлемдесу керек. Енді мүшел жас туралы. Адам 24-ке, 36-ға, 48-ге, 60-қа, 72-ге толып, бір күн асқанда мүшелге кірген болып табылады. 25-ге, 37-ге, 49-ға, 61-ге, 73-ке толған күні мүшелден шығады. Ер адам алтын сақина, алтын шынжыр, алтын жүзік, алтын сағат, алтын әшекей тақпайды. Пайғамбарымыз алтын мен жібекті ер адамға харам еткен. Некелік рәсімде ер адам алтын орнына күміс сақина тағуына болады. Әйелдің күйеуінің алдында міндеті болады. Күйеуінің абыройын қорғау, балаларына имандылық тәрбиесін беру, күйеуінің тапқанын ұқсату. Ер адам әйеліне талақ берген жағдайда да оны асырауға міндетті. Шалбарды отырып киеді, суды түрегеп тұрмай отырып ішеді. Мұсылман адам өз үйінде де жалаңаш жүрмейді. Садақа бергенде мұсылманға оң қолмен, ал басқаларға сол қолмен береді. Берген садақаны ешкімге сөз етпейді. Жария етілсе, сауабы жойылып кетеді. Еркекте әкесінің елі өз жұрты, шешесінің елі нағашы жұрты, келіншегінің елі қайын жұрт болады. Үш жұртының ішінде нағашы жұрт үлкен жұрт болғандықтан құрметпен қараған және тойда бірінші нағашыға сөз берген. Ал әйелде әкесінің елі төркін жұрты, анасының елі нағашы жұрты, күйеуінің елі өз жұрты болады. Әйел адамнан елін, руын сұрағанда бірінші күйеуінің елін айту міндетті. Қаралы жиында әйел сөз бастамайды, әйелдер жерлеу рәсіміне қатыспайды, бейіт басына бармайды. Абыз сөзі мұсылманша хафиз сөзінен шыққан. Құранды жатқа білетін адамды қари, жатқа біліп қана қоймай, оны тәпсірлейтін, түсініктеме бере алатын адамды хафиз, абыз дейді. Абайдың өзін ешкім абыз деген емес, абайды хакім, оқымысты дейміз. Өзіміз біліп көпшілікке тарата жүрейік.